2026 жылғы әлем чемпионаты тарихындағы ең эмоционалды турнирлердің біріне айналуы мүмкін. Себебі бұл турнир Криштиану Роналду мен Неймардың соңғы әлем чемпионаты болуы ықтимал. Бірі 41 жаста, бірі ауыр жарақаттан кейін қайта оралды. Бірақ сұрақ біреу: кубокты қайсысы көтереді? Португалия ма, әлде Бразилия ма? Сәлем достар, 2026 жылғы әлем чемпионаты басталды. Бірақ биылғы турнирде ерекше етіп тұрған бір нәрсе бар. Бұл жай ғана тағы бір әлем чемпионаты емес. Бұл екі аңыздың соңғы мүмкіндігі болуы мүмкін. Бірі әлем футболының символына айналған Криштиану Роналду, екіншісі Бразилияның соңғы 10 жылдағы ең жарқын жұлдызы Неймар. Екеуі де футбол тарихында өз атын алтын әріппен жазды. Екеуі де Чемпиондар лигасын ұтты. Екеуі де жүздеген гол соқты. Екеуі де миллиондаған жанкүйердің кумирі. Бірақ бір нәрсе жетіспейді. Әлем чемпионаты кубогы. Сұрақ өте қарапайым. 2026 жылы арманына кім жақын? Португалия ма, әлде Бразилия ма? Бүгін осыны толық талдаймыз. Соңына дейін көріңіздер. Өйткені менің ойымша көптеген жанкүйерлер фаворит деп ойлап жүрген кей құрамалар кубокты ала алмай қалуы мүмкін. Алдымен Португалиядан бастайық. Көп адам Роналду жасына қарап, оның дәуірі аяқталды деп ойлайды. Бірақ Роналду тағы да бәрін таңғалдырды. 41 жасқа жақындаса да әлі гол соғып жүр. Әлі негізгі құрамда, әлі шешуші ойындарда командасын алға сүйрей алады. Бірақ бұл жол мәселе Роналдудың өзінде емес, мәселе оның айналасында құрамда. Өйткені қазіргі Португалия бұрынғы Португалия емес. Бұрын команда Роналдуға қарап ойнайтын, ал қазір Роналду мықты құраманың бір бөлігі ғана. Қақпада тәжірибелі ойыншылар бар, қорғанысы сенімді футболшылар жеткілікті. Ортада Бруно Фернандеш сияқты лидерлер жүр. Рафаэл Леау секілді жылдам әрі қауіпті ойыншылар бар. Қарап тұрсаңыз, Португалияның әлсіз жері аз. Олар шабуылдай алады, қорғана алады, қарсы шабуыл ойнай алады, допты бақылап та жеңе алады. Сондықтан көптеген сарапшылар бұл құраманы жасырын фаворит деп есептейді. Бірақ бір үлкен проблема бар. Португалия үлкен турнирлердің тұрақтылығы. Олар өте күшті көрінеді. Бірақ 2018 жылы әлем чемпионатын ала алмады. 2022 жылы да жетпеді. Енді тағы да бір мүмкіндік. Мүмкін соңғы мүмкіндік, әсіресе Роналду үшін. Енді Бразилияға келейік. Бразилия дегенде көз алдымызға бірден футбол келеді. Пеле, Роналду, Роналдино, Кака, Неймар. Бұл әлем футболмен тыныстайды. Бірақ таңғаларлығы сол. Бразилия соңғы рет әлем чемпионы болғанына 24 жылдан асты. 2002 жылдан бері кубок келмеді. Ал бразилиялықтар үшін бұл өте ұзақ уақыт. Сол себепті 2026 жыл олар үшін ерекше маңызды. Ал Неймар үшін одан да маңызды. Неймар көп сын естіді, көп жарақат алды. Көптеген жанкүйер оның әлеуетін толық аша алмады деп есептейді. Бірақ бір нәрсе мойындау керек. Неймар Бразилия тарихындағы ең талантты футболшылардың бірі. Ол алаңда болған кезде кез келген матчтың тағдырын өзгерте алады. Бірақ бұл жерде маңызды мәселе Неймар емес, мәселе қазіргі Бразилия құрамасы. Винисиус Жуниор, Риго жас әрі жылдам ойыншылар. Техникалық деңгейі өте жылдам. Жеке шеберлігі де керемет. Көп жағдайда қарсыласы бір сәтте-ақ жазалай алады. Сондықтан Бразилия кез келген команда үшін қауіпті қарсылас. Бірақ олардың да әлсіз тұсы бар. Кейбір маңызды матчтарда эмоцияға беріліп кетеді. Ал әлем чемпионатында бір қателік бәрін шешеді. Енді басты сұраққа келейік. Егер бүгін финал ойнаса, Португалия күшті ме, әлде Бразилия ма? Қақпа жағынан қарасақ тең. Қорған шаңғысынан қарасақ Португалия сәл мықтырақ. Ортаңғы сызықта Португалияның артықшылығы бар. Ал шабуылда Бразилия қауіпті. Яғни қағаз жүзінде айырмашылық өте аз. Сондықтан дәл қазір қай команда мықты деген сұраққа нақты жауап беру қиын. Бірақ әлем чемпионатын жеңу үшін тек күшті құрам жеткіліксіз. Саған тәжірибе керек, мінез де керек. Ал енді көп адам ұмытып кеткен шындықты айтайық. Португалия мен Бразилия ғана емес, олардан да қауіпті құрамалар бар. Мысалы Испания. Қазіргі Испания өте қорқынышты командаға айналып келеді. Олар жас, жылдам, тактикалық тұрғыдан өте мықты. Көп сарапшылар дәл Испанияның басты фавориттің бірі деп есептейді. Тағы да бір алып күш бар. Франция. Францияның құрамына қарасаңыз, кез келген позицияда жұлдыздар отыр. Тіпті қосалқы құрамның өзі көптеген ұлттық құрамадан күшті. Сондықтан Франция ешқашан есептен шығаруға болмады. Ал Англия ше, жыл сайын жанкүйерлер, бұл біздің жылымыз дейді. Бірақ соңғы сәтте бір нәрсе жетпей қалады. Соған қарамастан қазіргі Англия өте қауіпті. Жас ойыншылар көп, қарқыны жоғары, жеңіске деген аштық бар. Аргентина туралы да ұмытпайық. Месси дәуірі аяқталғанға жақындағанмен Аргентина әлі де мықты. Орда жеңімпаз, мінез қалыптасқан. Ал бұл кейде жұлдыздарға толық құрамнан да маңызды болады. Сонында шын мәнінде кімнің мүмкіндігі жоғары? Егер эмоцияны алып тастап қарасақ, кубокқа бас үміткер Испания, Франция, Бразилия, Португалия, Англия, Аргентина. Осы 6 құрама. Бірақ футболдың сұлулығы да осында. Фаворит ешқашан жеңе бермейді. 2014 жылы Германия алды. 2022 жылы Аргентина алды. Көптеген күтпеген оқиғалар болды. 2026 жылы да сондай болуы мүмкін. Ал енді Роналду мен Неймарға қайта оралайық. Екеуінің тағдыры өте ұқсас. Екеуі де футбол аңызы. Екеуі де әлем футболын өзгертті. Екеуі де миллиондаған жанкүйер тәрбиеледі. Бірақ әлем чемпионаты жоқ.
Мүмкін дәл осы турнир олардың мұрасын толықтыратын шығар. Мүмкін Рональдо кубокты көтерер, мүмкін Неймар көз жасымен арманына жетер. Ал мүмкін екеуі де тағы да арманына жете алмай қалар. Бірақ көптеген жанкүйерлер бір нәрсені ұмытып кетеді. Аргентина әлі де қауіпті. Көп адам Месси кеткен соң Аргентина әлсірейді деп ойлаған, бірақ жағдай керісінше болып жатыр. Өйткені қазіргі Аргентина бір футболшыға тәуелді емес, команда болып ойнайды. Олар әлем чемпионаты жеңімпаздық рухы қалыптасқан. Энсо Фернандес, Алексис Макалистер, Хулиан Алварес, Лаутаро Мартинес және Месси. Бұл ойыншылар кез келген қарсылыққа қиындық туғыза алады. Аргентинада жұлдыздар ауыздау болуы мүмкін, бірақ мінез бен тәжірибе жеткілікті. Ал әлем чемпионатында дәл осы қасиеттер кейде шешуші рөл атқарады. Егер бір командадан қорқу керек болса, ол Испания. Қазіргі Испания бұрына тики-така ойнайтын Испания емес. Ол әлде қайда жылдам, әлде қайда агрессивті және әлде қайда қауіпті. Командадағы басты жұлдыздар Педри, Гави, Нико Уильямс, Нико, Ламин Ямал. Бұл футболшылардың көбі әлі өте жас, бірақ қазірдің өзінде әлемдік деңгейде ойнап жүр. Ламин Ямалды көп сарапшы болашақ алтын топ иегері деп санайды. Егер Испания өз ойынын көрсетсе, кез келген құраманы жеңе алады. Франция туралы. Ал Францияға келсек, көп адам олардың қаншалықты күшті екенін байқамай жүр. Қақпа, қорғаныс, ортаңғы сызық, шабуыл, барлық жерде жұлдыздар. Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Уильям Салиба. Францияның қосалқы құрамында кей ойыншылар басқа елдерде негізі құрамда ойнай алар еді. Сондықтан Франция әрқашан басты фавориттердің қатарында. Ал Англия мәселесі футболда емес, психологияда. Құрам өте күшті. Джуд Беллингем, Сака, Фоден, Райс, Кейн. Бірақ шешуші сәтте қысымға төтеп бере алмай қалатын кездері көп. Егер олар осы кездерінен өтсе, көпті алуға толық мүмкіндігі бар. Германия ешқашан ұмытуға болмайды. Өйткені әлем чемпионы басталғанда немістер мүлде басқа командаға айналады. Джамал Мусиала, Вирс, Хаверс, Рудигер. Бұл ойыншылар кез келген матчтың тағдырын өзгерте алады. Ал Германияның бас артықшылығы тәртіп пен мінез. Бір сәтке көз алдыңызға елестетіңіз. Финал, соңғы минуттар. Стадионда 10 мыңдаған адам. Бүкіл әлем қарап отыр. Бір жақта Рональдо, екінші жақта Неймар. Екеуі де бала күнінен армандаған кубокқа бір қадам қалды. Футбол тарихында бұдан да әдемі сценарий болуы мүмкін бе? Бәлкім жоқ. Сондықтан миллиондаған адам дәл осы екі ойыншы үшін жанкүйер болып отыр. Өйткені бұл жай ғана футбол емес, бұл аяқталуға жақын аңыздардың соңғы тарауы. Егер барлығын 100% бөліп, барлығына шкала беретін болсақ, Испанияда 20% ұту шансы, Францияда 18%, Бразилияда 17%, Португалияда 15%, Аргентинада 13%, Англияда 12% құрап отыр. Ал Германияда 5% мүмкіндіктері бар. Бірақ әлем чемпионы математиканы жақсы көрмейді, себебі бір жарақат, бір қызыл қағаз, бір қателік бүкіл турнирді өзгеріп жіберуі мүмкін. Сондықтан 2026 жылғы әлем чемпионаты жеңімпазын болжау өте қиын. Бірақ бір нәрсе анық. Біз Рональдо мен Неймардың әлем чемпионаттағы соңғы сапарын көріп жатырмыз. Және бұл футбол тарихындағы ең әсерлі оқиғалардың бірі болуы мүмкін. Ал сіз кімге сенесіз? Комментарийге жаза кетіңіз.